қарулы күштердің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол соғу салдарынан тұтанған соғыс. ККП және КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген халықтық демократиялық үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік жолымен жүруін көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деген жолмен оның ішкі істеріне араласады. Бұл сықырғи қабақ соғыс кезеңі өткеннен кейінгі уақытта да КСРО-ның өзге елді өз ықпалына қарату саясатының айқын көрінісі еді. Баласын аңсап аналар, анасын аңсап балалар, жүрекке түскен бомбадай жазылар қашан жаралар. Есімде сол күн қаралы, зуылдап жылдар барады, сарбаздар бәрін біледі, ауған қайтқан жаралы. Қазақстаннан ауған соғысына 22 мыңдай адам қатысып, оның 761-і қаза тапты, 21-і із-түссіз жоғалып кетті. Бүгінде елімізде 10 мыңға жуық ауған ардагерлері бар. Олардың 3 мыңдайы мүгедектер қатарында. Ауған ардагерлерінің сөздеріне сүйене кететін болсақ, кеңес үкіметі кезінде оларға айтарлықтай көңіл бөлінді. Ал қазіргі таңда ешқандай көмек беріліп жатырған жоқ. Елбасының 1998 жылдың 28 сәуірінде шыққан жарлығына сүйене кететін болсақ, ол жарлықта аталмыш жандарға берілетін көмектің нақты сомасы айтылды. Қазіргі таңда ол көмектің сомасы 2000 теңгеден сәл ғана асады. Арманда кеткен арышын, ұмытпас ілім арысын. Ту етіп ұстар қашанда тәуелсіз елдің мәнісін. Азаттық орнап арман ел, көпірді мәңгі жайнап ел. Байрағын басын имесін, ауғанда болған ардагер. Армысыңдар ауғандық жауынгерлер, жырым бар, жараланған жаның емдер. Өлгендерің жәннатта болсын жана, өлілері мың жаса дәуірлендер. Ерлік қылған аталарым аспан асты ер үсті. Біз сәнеке кемейміз деп шалбар менен бір